Сәлем балалар, жаратылыстану 2 сынып тақырыбы сенің сөмкеңнің салмағы қандай? 11 сабақ. Суреттерге қара. Айсұлу мен Қуаныштың партадағы отырысын салыстыр, қайсысы дұрыс отыр? Айсұлудың отырысы дұрыс. Дұрыс отыру денсаулыққа маңызды. Ол омыртқа жотасының дұрыс қалыптасуына, бұлшық еттердің тепе-теңдігіне, ішкі мүшелерінің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Ал Қуаныштың отырысы денсаулыққа кері әсер етеді. Омыртқаның қисаюы болады. Негізгі ережелер: иықты артқа жіберіп кеудені ашық ұста, екі аяқты да жерге қойып компьютер кітап оқығанда экранды көз деңгейінде ұстау, әр 30-40 минутта үзіліс жаса. Адамның денсаулығы үшін қаңқа мен бұлшық еттердің қызметі өте маңызды екен. Еңкейіп жүретін адамның тұлғасы сымбатты болмайды. Дене сымбаты дененің тұрған, отырған және жүрген кездегі үйреншікті қалпы. Зерттеу жүргіз. Бүкірейіп отыр, терең тыныс алып отыр, түзу отыр, терең тыныс ал. Қандай айырмашылық байқадым? Бүкірейіп отырғанда іш қуысы мен кеуде қуысы қысылады. Бұл кеуде қуысының тереңірек тыныс алуға мүмкіндік беретін негізгі бұлшық ет диафрагманың толық қозғалуына кедергі жасайды. Сен терең тыныс алғың келсе де, өкпенің төменгі бөліктеріне ауа толық бара алмайды. Сондықтан арқа, иық, мойын бұлшық еттеріне қосымша күш түсіп, олардың кернеуі артады. Ал түзу отырғанда арқан тік және кеудең ашық болады. Бұл толық диафрагмаға толық төмен түсіп, жоғары көтерілуге мүмкіндік береді. Осының арқасында денеге оттегі көп мөлшерде түседі екен. Қорытынды: түзу отыру терең тыныс алуға арналған дұрыс қалып. Ол диафрагмаға толық жұмыс істеуге және өкпенің барлық бөліктеріне ауа жіберуге мүмкіндік береді екен. Диафрагма дегеніміз кеуде қуысы мен ішкі қуысы бөліп тұратын үлкен күмбез тәрізді бұлшық ет. Ол денедегі ең маңыздысы, себебі ол бүкіл тыныс алу жүйесін басқарады. Үшінші, дене сымбатыңның дұрыс екенін қалай білуге болады? Бастың артқы жағы, иық, бөкселер, бұлшық еттер, өкшесі. Өзіндік осылай қабырғаға сүйеніп тексеріп көруге болады. Балалар, сен білесің бе деген тақырыпта өздерің оқып аласыңдар. Сымбатты адамның иықтары бір деңгейде болады. Іші тартылған, аяқтар түзу, жүрісі жеңіл, бұлшық еттері жақсы дамыған, шымыр. Төртінші, омыртқа неліктен қисайды? Оқушының дене сымбаты сөмкенің дұрысталмағандығында бұзылады. Сөмкенің салмағы да омыртқаға әсер етеді. Егер сөмкені күн сайын бір иығыңа алып жүретін болсаң, омыртқаң қисайып кетеді. Сенің сөмкенің салмағы оқулық және оқу құралдарымен бірге 3 килограммнан аспау керек. Мына жердегі қарайтын болсақ, балалар, барлығы да дұрыс отырмаған сияқты. Мына жерде біріншісінде еңкейіп отыр, және экранға жақын отырған. Екінші суретте қыз бала артқа қарай отырып, сонда ғана аяғы жерге тиіп дұрыс отыра алады. Ал мына жерде орындықтың шетінде отыр. Үшіншісі еңкейіп, бірақ экраннан алыс отыр. Еңкейіп отырғандықтан бұл да дұрыс емес екен. Сөмкенің салмағы қандай болды деген тәжірибе жүргіз. Оқушының денсаулығы үшін сөмкенің салмағы маңызды. Тәжірибенің мақсаты бастауыш оқушылардың сөмкенің салмағы олардың дене салмағының белгілі пайызына аспау. Құралдар: сөмке, кітап, дәптер, таразы. Оқушының салмағы мысалы 25 кг болса, сөмкені таразыға қойып, оқулықтан дәптерлерді біртіндеп сал. Әрбір қосылған заттардан кейін сөмкенің салмағын жаз. Сөмкенің салмағы оқушының дене салмағының 10%-нан аспау керек. Мысалы 25 кг-ның 10-ы 2. Ендегі сөмкедегі барлық оқулықтар мен қажетті заттардың салмағын өлше. Оқушының сөмкесінің салмағы 3 кг-нан асса, бұл денсаулыққа зиян екен. Тәжірибенің нәтижесі, яғни сөмкенің салмағы оқушының салмағы 10%-нан аспау керек дедік. Егер сөмке ауыр болса, онда ауыр сөмке баланың иығына күш түсіреді. Ауыр сөмке бұлшық еттердің шаршауына әкеп соқтырады екен балалар. Сондықтан үшінші тапсырмада өзің әр аптада болатын мінекей сабақ кестесіне қарай, оның салмағын өлшеп, нормаға сәйкес нәрсеге сәйкес деп қорытынды жасап көрме. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, жұма күндерді қандай кітаптар не саласың, соның барлығын таразыға салып, өлшеп, осылай мектепке баруға болады балалар. Нәтижесі: сөмке мысалы 600 грамм, тәжірибе 500 грамм болса, жалпы салмағы 2 кг-ға дейін 2 кг. Сөмке, таразы, оқулықтар, мысалы сөмке 500 грамм болса, сөмкеге кесте бойынша оқулықтарды, пенал, түрлі түс қағаз, дәптерлер салып өлшеу керек, сонда 2 кг болу керек. Мына жердегі барлығы. Қорытынды: қай күні сөмкенің салмағы нормасы сәйкес келеді, сөмкенің салмағы нормаға сәйкес келмейді. Сөмкем ауыр болды, 2 кг 500 грамм, сөмкем жеңіл болды деп осылай балалар өздерін жазу керек. Дене бітімін дұрыс қалыптастыру үшін ұсыныстар әзірле. Арқаңды дұрыста,
Отырғанда орындық арқаңды тіреп отыр. Екі аяқ тегіс жерге қойып отыр. Егер аяқтар жерге жетпесе, арнайы тіреуіш қолдан кітап оқығанда теледидар көгін басты еңкетпеу үшін экранда көз деңгейіне дейін көтер. Басыңды тік ұста, көз алдыңа қарап жүр. Иықты артқа және төмен қарай түсіріп ұста. Жататын тегіс матрас пен жастықты таңда. Ұйықтағанда шалқадан немесе бүйірлеп жат. Ауыр затты көтерген тізеңді бүгіп, арқаңды дұрыста. Салмақты арқаға емес, аяққа түсіріп тұрыңыз. Дұрыс жауабын тап дейді. Жаяу жүрген тік тұрып еңкеймейміз, иә. Бір қолымызға ауыр сөмкені ұстамаймыз. Жұмсақ төсекке жатпаймыз, иә. Жіпті екі қолға біркелкі ұста, иә. Мына жердегі суреттерге қарап. Бірінші тапсырма, артық затты алып тастаймыз, иә. Мына жерде қандай заттар көріп тұрғанда артық екен. Соны алып тастап, содан кейін барып сөмкені асып жүруге болады екен. Мысалы, ең үлкен мынау ауыр машина, содан кейін ертегі кітап екен, е. Бұлар сөмкені өте ауырлатады. Келесі тапсырма математикалық есептер. Үшінші тапсырма дұрыс сөмке кию ережесі. Қалай кию керек екен, бір жағынан қисайта ма, әйтпесе дұрыс па. Еске сақта, сөмкенің арқасы қатты ортотипиялық болу керек. Сөмке белден төмен түсіп кетпеу керек. Сөмкеге артық ойыншықтар мен ауыр заттар салуға болмайды. Балалар, бүгін біз сендердің сөмкелерінің салмағы қанша болады деген тұжырымдар жасадық. Осы ережеге сәйкес өзіңнің сөмкеңді үнемі күнде әр 5 күн бойы өлшеп сөмкелеріңді және сөмкені арқаңа асқан кезде дұрыс ұстау керек екенін есіңнен шығарма. Сабақ аяқталды.